Саламатсыздар ма? Қара жәшік арнасына қош келдіңіздер. Бек Эйр апатын тергеу шаралары қайта басталады. Бек Эйр ұшағының апатқа ұшырауына қатысты тергеу 5 жылға созылып, 2024 жылдың сәуірінде аяқталды. Алайда, кейінірек оқиғаға қатысты тергеу қайта жандануы мүмкін екені белгілі болды. Ақпаратты көлік министрі Нұрлан Сауранбаев растады. Үкіметте өткен баспасөз мәслихатында көлік министрі сонау 2019 жылы болған Бек Эйр әуе компаниясының Fokker 100 ұшағының апатқа ұшырауына қатысты оқиға туралы айтты. Оған қатысты тергеу 2024 жылдың көктемінде аяқталды. Бірақ өткен жылдың желтоқсанында бұрынғы көлік министрі Марат Қарабаев тергеуді қайта бастау мүмкіндігін жариялады. Бек Эйр ұшағының апатына қатысты тергеу қайта жанданады ма деген нақтылау сұрағына министр оң жауап берді. Өйткені бірқатар сұрақтар қалды. Біз қызметтік тексеру жүргіземіз, ескерту біреуін жүргіземіз. Егер қосымша фактілер анықталса, басқа органдарға хабарласамыз, деп түсіндірді Нұрлан Сауранбаев. Бұл қарапайым азаматтарға әсер етпейді, деді вице-премьер Роман Скляр тұрғын үй секторындағы КС туралы. Премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Склярдың айтуынша, жаңа салық кодексі күшіне енгеннен кейін Қазақстанда тұрғын үй бағасының күрт құбылуын күтуге болмайды. Ол түзетулер керісінше оң нәтиже беретінін атап өтті. Өйткені олар құрылыс секторындағы бизнестің батырынқылығын болдырмауға көмектеседі. Жаңа салық кодексі қарапайым азаматтарға ешқандай әсер етпейді. Биыл 19 миллион шаршы метрден астам құрылыс салуды жоспарлап отырмыз, деді Роман Скляр үкіметте өткен баспасөз мәслихатында. Ол Қазақстанда тұрғын үй бағасы нарықтық тетіктермен реттелетінін еске салды. Бұл жерде баспана бағасы қымбат емес. Мен қазір бизнес-класс емес, элиталық емес, эконом класстағы тұрғын үй сегменттік қажетінше қымбаттап жатыр. Оның үстіне Роман Склярдың айтуынша, жаңа салық кодексі қосымша салық төлемдерін болдырмау үшін ірі құрылыс компанияларының кішігірім компанияларға бөлініп кету мүмкіндігін жойып, оң нәтиже береді. 2026 жылғы Олимпиадаға арналған Қазақстан құрамасының формасы бюджеттен тыс қаржыға сатып алынады. 2026 жылдың 6 және 22 ақпаны аралығында келесі қысқы Олимпиада ойындары Италияның 2 қаласында Милан мен Кортина де Ампициодада өтеді. Негізгі спорттық шараға қазақстандық спортшылар да қатысады. Туризм және спорт министрлігі отандық спортшылардың Олимпиадаға қалай дайындалып жатқаны, Қазақстанның қандай спорт түрлерінен өнер көрсететіні және жеңімпаздарға қандай сыйақы қарастырылғаны туралы айтып берді. Қазақстан ол кезде қанша медаль ұтады? Туризм және спорт министрлігінің мәліметінше 2026 жылы Италияда өтетін келесі қысқы Олимпиада ойындарына 93 елден 2936 спортшы қатысады деп жоспарлануда. Қатысушылар қатарында Қазақстанда бар. Ұлттық құрамаға 9 спорт түрінен қатысатын 40-қа жуық спортшы қатысады деп кетілуде. Мәнерлеп сырғанау, фристайл могулы, фристайл акробатика, шорт-трек, коньки тебу, биатлон, шаңғы жарысы, шаңғымен секіру, тау шаңғысы. Бүгінгі таңда Қазақстан мәнерлеп сырғанаудан 2026 жылғы қысқы Олимпиада ойындарына 2 лицензия ұтып алды. Оларды Бостонда өткен әлем чемпионатында сәтті өнер көрсеткен Михаил Шайдоров пен София Самоделкина қабылдады. Лицензиялық іріктеу 2026 жылдың 20 қаңтарына дейін жалғасады. Туризм және спорт министрлігі медаль болжамдары туралы айту әлі ерте екенін атап өтті. Іріктеудің басым бөлігі әлі алда. Олимпиадашылар мен олардың жаттықтырушыларын көтермелеу мәдениет және спорт министрінің бұйрығымен белгіленеді. Алтынға $250 мың, күміске $150 мың, қола үшін $75 мың, 4-ші және 6-ші орынға $30-дан $5 мың дейін. Ұлттық құрамалар қазір қызу дайындық үстінде. Әрбір спортшының жеке жоспары бар. Жаттығу, медициналық қолдау, тамақтану, құрал жабдықтар, перформанс хаб мамандары тартылған, олар пішінді бақылайды және оқыту стратегияларын әзірлейді. Ойындарға қажетті құрал жабдықтар бюджеттен тыс қаражат есебінен сатып алынады. Форманың дизайны әлі бекітілген жоқ. Енді қазақстандықтар әлеуметтік желіде арандатушылық пен фейк таратқаны үшін нағыз түрмеге кесіліп жатыр. Ішкі істер министрлігі азаматтарға арандатушылық пен көрнеу жалған ақпарат таратқаны үшін
жауапкершілікті ескертті. Ведомство атап өткендей, ұлттық діни немесе әлеуметтік алаусыздықты қоздыру фактілері ерекше алаңдаушылық тудырады. Олар үшін 20 жылға дейін бас бостандығынан айыру қаупі төнуі мүмкін. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, соңғы уақытта Қазақстанда әлеуметтік желілерде, мессенджерлерде және басқа да онлайн платформаларда фейк пен арандатушылықты тарату жағдайлары жиілеп кеткен. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, жалған ақпарат тарату 7 жылға дейін бас бостандығынан айырумен жазаланады. Үстіміздегі жылдың 6 айында елімізде көрінеу жалған ақпарат жариялау бойынша 47 қылмыстық іс тіркелді. Осылайша, Түркістан облысында ер адам әлеуметтік желіге жер телімдерін шетелдік инвесторларға беру туралы жалған ақпарат таратқан. Сот оны кінәлі деп тауып үкім шығарды. Сонымен қатар, ұлттық діни немесе әлеуметтік араздықты қоздыру 20 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін ауыр қылмыс болып табылады. 2025 жылдың бірінші жарты жылдығында осындай фактілер бойынша 64 қылмыстық іс қозғалды. 15 адам сотталып, оның 9-ына нақты бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Олардың ішінде TikTok әлеуметтік желісінде ұлтаралық тіл тигізетін бейнероликтерді таратқан Абай ауданының тұрғыны, сондай-ақ көпшілік алдында діни араздықты қоздырған Қызылорда облысының тұрғыны бар. Бізбен болғандарыңызға рахмет. Ролик ұнаса, лайк басып, өз пікірлеріңізді комментарийға жазуға ұмытпаңыздар.